Өрмекшінің өрмегі деген контексттік сұрақты қарастырайық. Сонымен оңтүстік Азияда массасы 0,2 грамм стегодифус пацификус деп аталатын өрмекші әлемдегі ең жіңішке, диаметрі 10 нанометр өрмек өрмек жібі өрмек жібінің 6 есе массасына шыдайды. Қазір 1 минут пауза жасайық. Біз ана соңғы сөздер көрінбей тұр екен, енді оны жөндейміз. Сонымен жарайды, жалғастырайық. Өрмек жібі өрмекшінің 6 есе массасына шыдайды және осы максимал керілуде өзінің бастапқы ұзындығына 30%-ға дейін бастапқы ұзындығына 30%-ға дейін қосады болу керек. Енді бұған қоса ғалымдардың зерттеулер нәтижесінде қысқа уақыт ішінде болатын деформация кезінде өрмекке берілген максимал энергияның бір бөлігі өрмектің жылу энергиясына айналатыны дәлелденді дейді. Созылған кезде демек сол жылу энергиясына айналады. Жарайды, бұл сұраққа бізде міне оқушының жіберген қателері бар, соған тоқталамыз. Сонда алғашқы сұрақ мінекей. Мұнда көрінетін мәтін 30%-ға дейін созыла алады. Қысқа уақыт механикалық, максимал деп қоямын, механикалық энергиясы. Жарайды, торға ұшып келіп соғылған мезетте жандықтың кинетикалық энергиясы тордың потенциалдық энергиясы мен ішкі энергиясына айналады. Толығымен тордың созылғандағы потенциалдық энергиясына айналады. Өзгермейді, тек жандықтың ішкі энергиясы тордың ішкі энергиясына айналады. Толығымен тордың ішкі энергиясына айналады. Енді бұл жерде энергияны сақтау заңы теңдеуін жасақ болады. Торға ұшып келіп соғылған мезетте, ол mv квадрат бөлу 2, осы энергия келеді да. Сонда бізде потенциалдық энергиясы mgh болса, ішкі энергиясы ретінде бұл жерде cm дельта т-ны жазуға болады. Сонда бұл тәжірибе жүзінде дәлелденген деп айтып тұр. Кинетикалық энергия потенциалдық энергия мен ішкі энергияға айналады. Сонда жаңа ішкі энергия деген жаңа температурасы өзгерісін алып келеді деген. Енді теория ретінде жаттап алу керек. Мына жерде толығымен тордың созылғандағы потенциалдық энергиясына айналады. Егер ондай болса cm дельтаны жазбаушы едік, cm дельтасы бар, яғни ғалымдар тәжірибе жүзінде температурасы өзгеретінін дәлелдеді деп жаңа контекстте айтып тұр. Сол үшін бұл қате. Өзгермейді. Тек жандықтың ішкі энергиясы тордың ішкі энергиясына айналады дейді. Жоқ, жандықтың ішкі энергиясы, яғни жандықтың ішкі энергиясы деген жандықтың денесінің қызып тұрғандығы айтып жатыр, ол әсер етпейтіндігі контекстте айтылған. Толығымен тордың ішкі энергиясына айналады. Ол да дұрыс емес, өйткені mgh деген бізде mgh емес, бізде айтпақшы kx квадрат бөлу 2. Мен mgh деп қойыппын, міне kx квадрат бөлу 2. Яғни тор, егер мынау ішкі энергияны алса, тор созылмаушы еді. Тор созылды бізде. Мынау екеуі де потенциалдық энергияның формуласы, бірақ бұл жерде kx квадрат бөлу 2-ні қолданамыз. Сонымен бірінші сұрақтың жауабы осы болады. Мағынасы осы. Сонымен оқушыда мына сұрақ талданды. Одан кейін келесі қате, ол мында мына жақтан қарайтын болсақ, бізде екінші сұрақ. Ұзындығы 10 сантиметр өрмек жібінің абсолют созылуы. Басқасы екен. Ұзындығы 10 сантиметр өрмек жібінің абсолют созылуы. Ол ұзындығы 10 сантиметр. Бізде максимал керілуде өзінің бастапқы ұзындығынан болады да, 30%-ға дейін. Бастапқы ұзындығына қазір пауза, бізде енді мәтіннің грамматикалық қате кеткен, жөндеп қоямыз. Бұны біз оригиналмен тексереміз. Мына жерде ұзындығының болу керек, енді бізден қате кеткен. Сонда ұзындығы 10 сантиметр өрмек жібінің абсолют созылуы. Сонда 10 сантиметрдің 30%-ын табамыз, мінекей. Абсолют ұзару деген дельта L. Ол бізде айтып тұр белгілені бойынша. Бастапқы ұзындығының сонда 30%-ын тапсақ,
бізде 3 сантиметр болады. Мен яққа сантиді жазбадым, өйткені берілген санти, мынау да санти болып тұр. Бұл бізде екінші сұрақ. Мына жерде бізде мынаны біз әлі тексереміз. Одан кейін одан кейін бізде контекстің үшінші сұрағы. Ұзындығы 10 сантиметр өрмек жібінің бір ұшында ілініп тұрған өрмекші салмағынан болатын абсолют деформациясы дейді. Ұзындығы 10 сантиметр өрмек жібінің бір ұшында ілініп тұрған өрмекші салмағынан болатын абсолют деформациясы. Бұл есепте бізде өрмекшінің салмағы десек, демек мына жерде айтып тұр, массасы 0,2 грамм дейді. Міне мына жерде бұл өрмек жібі 6 есе массасы туралы айтылмайды. Бұл жерде к қатаңдығы бар ма екен? Салмаған абсолют деформациясы. Жіңішке шыбын шығарады. 6 есе массасын шыдайды. Максимал керілуде өзінің бастапқы ұзындығының 30%-на дейін созылады. Бұл жерде бірінші кезек біз қатаңдық табу керекпіз. Себебі бізде F тең KX деген формулада осы X табамыз, мінекей, абсолют деформациясы. Бұл айтады, өрмекшінің ұзындығы 10 сантиметр өрмек жібінің бір ұшында ілініп тұрған өрмекші салмағынан болатын абсолют деформациясы 10 сантиметр. Сонда бұл өрмекшінің массасы mg болады, өрмекшінің салмағы. Сонда 0,2 грамм деген 10-ның минус 3 дәрежесі, g бізде 10. 2 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі ньютон болады. Енді бізден кан табамыз. Кан тапқан кезде бұл өрмек жібі өрмекшінің 6 есе массасына шыдайды, және осы максимал керілуде бастапқы ұзындығының 30%-ға дейін созып алады. Сонда біз осы максимал керілуді пайдалана отырып, біз былай істесек болады. Так, қазір. К тең F максимум бөлу X. F максимум дегеніміз 2 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі 6 есесіне шыдайды. Ал X біз бағана тапқанбыз. 10 сантиметрдің 30% деп айтқан болады. Санти деген 10-ның минус 2-сі, соның 30%-на дейін созыла алады деп айтқан болатын. Онда осы жерден бізден К шығады. Мына 10 мен мына 100-дің кетеді, мынау кетеді. 6-ны 3-ке қысқартсам 2 болады. Одан кейін минус 2 кетеді, мына жер минус 1 болады. 2 4 көбейту 10-ның минус 1 дәрежесі ньютон метр. Сонда бұның қатаңдығы өте әлсіз ғой, аз ғой дегенде. Сонда бізде ана X-ті табу үшін енді F-ті бөлеміз. F 2 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесін бөлем 4 көбейту 10-ның минус 1 дәрежесіне. Бұл жерде бізде 10-ның минус 1 дәрежесі көтеріліп плюс 1 болады да, 20 болады. 20-ны 4-ке бөлсек 5 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі метр. Бұл 5 миллиметр. Дұрыс жауап 5 миллиметр деп тұр міне. 5 миллиметр шығып тұр. Бірақ неге жуықтап деп тұр? Жуықтап дегені 5 миллиметр осылай шығады. Әрі қарай келесі сұрағына көрсек,
Келесі сұрағы бізде, бұл бізде үшінші сұрақ болды. Бағана оқушыда 5 мм деген шықты. Одан кейін келесі төртінші сұрағы. Төртінші сұрағы бізде өрмекшінің өрмегі, жаңағы мәтін, юнг модулі. Юнг модулінің формуласы бізде ә, Е тең, бізде юнг модулінің формуласына келсек, ә, бізде юнг модулі қандай қысымға шыдайтындығын білдіреді. Бізде Е тең сигма деген бар еді. Формуласы. Юнг модулінің формуласы бізде. Жаттағандар бізде юнг модулінің формуласы қазір мына жақта. Осылай көп қайталамасақ ұмытып қаласыңдар. Юнг модулінің формуласына келсек, бізде осындай тізім жазып қойғанымыз бар енді. Юнг модулі. Мұнда емес. Конспекттеп жазып алыңдар да жаттап алыңдар. Юнг модулі бізде бағана жеті бұл. Міне ғой. Юнг модулі бізде міне мына формула. Дельта L барлығы берілген, осы ені табу керек, сигма бөлу Е. Бұл жерде мысалы мен Е бөлу сигма ма, сигма бөлу Е ма? Содан қазір мен екі ойлы болып тұрған соң қарадым мұнда. Сонымен бізде формула бойынша бізде F бөлу ES, дельта L бөлу L. Дельта L бөлу L тең болады бізде F бөлу ES болып тұр міне. F бөлу ES. Сонда ені мында жіберетін болсақ, бізде мына L көбейеді, анау бізде S дельта L болады. Сонда юнг модулін тапқан кезде жаңағы берілген шарттарға қараймыз. Бізде так S туралы келетін болсақ, мына жерде F күш, бізде F дегеніміз бізде 6 есе массасы деген кезде, сонда 6 көбейту 0,2 mg ғой, яғни 0,2 грамм көбейту G. mg көбейтеміз, сонда оның ұзаруы өзінің бастапқы ұзындығының 30% деп тұр. Сонда мынау 100% болса, мынау 30% болады деп қарастыруға болады. S ауданға келетін болса, бізде πr квадрат немесе πd квадрат бөлу 4 деген форманы қолдансақ болады. πd квадрат бөлу 4. Мына 10 кетеді, мына 0 мен 6 кетеді, мұнда 2 болады. Сосын ары қарай есептеулер жүргіземіз. Мына бөлу 4 көбейту 4 болып 2-ге көбейеді, ол 8 болады. 0,2-ні 8-ге көбейтсек,
бір бүтін оннан алты болады. Оны жүзге көбейтсек 160 болады. Үстінде 160. Көбейту оның үш дәрежесі. Пи деген 3,14. Ал диаметр 10 нанометр деп тұрмын. 10-ның квадраты 100, нано минус 9 квадраттағанда минус 18 болады. Енді есептейтін болсақ, мына нөл, мына нөл, мына немен кетеді, былай кетеді. Мен де бір қателік жіберіп келе жатырмын, ол мына минус 3 грамм деген минус 3 болады. Сол минус 3 қателік түзетіп қойын. Мынау қысқарып, мынау минус 15 болады. Содан кейін не болады бізде? Мына 10 қысқарып, мынаны минус 14 қылады. 16-ны бөлем 3,14-ке. 16 бөлу 3,14. Сонда 5,1 деген осы жерден шығайын деп тұр ғой сонда. Мынау жуықтап 5,1 көбейту минус 14 плюс 14 болады. Міне осынша паскальға шыдайды. Және жауабына келетін болсақ, міне шығып тұр. А жауабы дұрыс болады. Өрмек жібінің Юнг модулі деген осылай шығады. Одан кейін бұл бізде оқушы сұрағы. Мына жерде енді ең соңғы сұрағын қазір біз бірге талдаймыз. Сол жақтан да қате еткен. Өрмек жібінің беріктік шегі. Өрмек жібінің беріктік шегі деген келетін болсақ, мынаны мен өшірмей тұра тұрған дұрыс, өйткені беріктік шегімен байланысты. Бағанағы сигма деген нәрсе осы болады. Сонда бізде ол сигма бөлу е. Міне сигма бөлу е, бағана мен постыма қарасам, сигма бөлу е. Ал содан міне бүйтеміз ғой. Сигманы бізге табу керек. Е деген бізде Юнг модулі 5,1 көбейту 14 дәрежесі тең. Мынау 30% болады да, мынау 100% болады. Тағы сөйтіп ойлауға болады. Мынау қысқарады. Содан сигманың астына есептейтін болсақ, 5,1-ді 3-ке көбейтеміз. Сонда 15,3 көбейту 14 дәрежесі астында бөлу 10 бар. Мынау қысқарады да 13 болады. Сонда 15,3 көбейту 13 дәрежесі паскаль. Беріктік шегі мен Юнг модулінің айырмашылығы бізде Юнг модулі заттың материалына байланысты қандай қысымға шыдайтындығын білдіреді да, ал беріктік шегі заттың геометриялық өлшемдеріне байланысты, яғни жуан жіңішке деген сияқты, соған байланысты беріктік шегін көрсетеді. Міне осылайша біз контекстті талдадық. Сұрақтар болса жекеге жазайық.